Сәлем көрермен, қалдарыңыз қалай? Өте аяқ астынан басталып жатқан влог. Себебі бүгін осы жаңа 5 минут алдын ғана менде жаңадан жоспар шықты. Негізі мен жұмысқа кетіп бара жатырмын, жұмысқа кіргем. Сосын толқын ана, хотя оның бөлмесі мына ғана бөлме, вот мына жақта да. Сосын маған жазып жатыр, давай бүгін Новый годқа барайық депті. Біздің универде тегін дискотека болып жатыр да, соған барайық дедім. Мен такая, почему бы и нет дедім да. Мен қазір не шешетінімді ойлайын, а то менде дым киім жоқ, тем более мен ол нәрсеге баруын жоспарлаған жоқпын. Қазір мен ойланайын. Толқын ұйқыдан оянып кетті. Мен киім таңдадым, юбка мен осы коптаны ем. Мен солай жұмысыма да жеттім. Жұмыста мен көп отырдым, біздер видео түсірдік. Мен историяға түсіп жатырмын, то есть жұмыста. Негізі біздің универдегі дискотека сағат 6-да басталу керек еді. Қазір сағат 9:30. Асханада отырмын, себебі қарным өте аш. Бірінші тойып алу керек, сосын барып дела. Понятно? Кипяток, мынандай нарезка, сосын борщ. Блин, ол жақтың борщы прямо қатты ұнайды. И лепешка. Ас болсын. Дискотека 6-да басталып кетті, ал қазір сағат 9:30. Мен осылай тамамды жеп, боянып, тезірек шығып кеттім. Мен автобустан шықтым. Енді универге бара жатырмын. Универ мені елка тұрған жоқ, негізінде жақын, просто ал сияқты көрініп тұр. Осы универ жақ өте әдемі. Күшті жерде орналасқан универіміз. Мен тек 3 әнге ғана үлгердім. Бірақ біз 10:30 всего лишь. Стоп. Всего лишь 10:30. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Біз ертеңдері уже кетеміз өз үйлерімізге, сондықтан неге көрші қыздармен жаңа жылды тойламасқа деп өзіміз кетіп қалдық. Біздер алтауымыз, еще байқағаным, алтауымызда әртүрлі мамандықпыз. Но біз зато көршіміз бәріміз бір квартирада тұрамыз. Біздер қайтып бара жатырмыз. Сосын тамақ жеуге шығып бара жатырмық. Біз солай, таңғы 4-ке дейін өзіміз қыдырып биледік. Кейін қарнымыз ашып, осындай 24 сағат жұмыс істейтін донеркаға келдік. Негізі ол жақта адам өте көп, таңғы 4-те ешкім ойламайды. Солай біз таңымызда аттырдық. Никого нет. Общагаға келдік. Общага жабық, конечно. Біз солай 1 сағаттай общаганың ашылуын күтіп тұрдық. Мен вообще ұйықтап алдым. Солай бізді общаганың ашылғанда кіргізіп, біз сәл ғана ұйықтап алдық. Мен өзім кейін жұмысқа кетіп қалдым. Вот, боже, тамам алып тұр, ужасно. Мен жұмысқа келе жатырмын. Негізі мен жұмысым жеңіл, то есть мен оларда жартылай инстаграмды жүргіземін и тикток аккаунттарын жүргіземін. Вот сондай жұмыс. Сосын тиктокта комментарийді маған жазды. Ой, сен араласып қансың деп. Мен YouTube арнамдағы подписчиктер. Ура, кел. Мен еще түк жемедім, вообще. Потому что жұмысқа кешіп бара жатырмын. Солай өз жұмысымды бітіріп, мен де жұмыстан шықтым. Остановкада тұрмын. Автобусымды күтіп, қазір общагаға қайтам. Описание местности можно увидеть. Одан кейін мен жуындым да боянуға кірістім, себебі қазір біз бір жаққа кетеміз. Мен шашымды тіктедім. Менің киінген лугымнан да қазір айнадан көрсетемін. Сол шашым жуылғаннан кейін айқайлап тұр. Қазір фу-фу-фу жүрейін. Айтпақшы, бізде лифт общаганың әлі істемейді. 2 айдан бері 19 этажға жаяу көтеріліп, жаяу түсіп жүрмін. Егер де шешіп беретін таныстарыңыз болса, айтып жөніңіздер. Біздер пересадкамен бара жатыр, и қараңыздар, автобуста ешкім, вообще адам аз. Толқын. Сол бара жатырмыз Қазмелия орталығына. Әсем Астанамыздан бір үзінді болсын.
влогымды кетіппін ғой, себебі мен инстаграмға история түсіріп кеттім. Солай, короче, біз кірдік, киімімізді шештік, біз 2-ші этажда жүрміз, қазір медиа орталығында. Алды деген өте керемет. Оны да историяға салдым, бірақ мына жақта үзінділерін көре аласыздар. Короче, енді біз входты күтіп тұрмыз. Мына студияда болып жатыр екен, Қазақстанда осы. Біз солай шөлдеп, кола сатып алдық, оны, конечно, төгіп алдық. Солай, короче. Біз кірдік. Қазақстанда осы. Мы, короче, прямо у входа стоим. И тут бәрі өтіп жатыр. Анда тәуі келіп өсірімдір. Бірақ баруға қорқып тұр. Ана жерден әлеметтер бізге кірді. Могу снимать только себя, потому что тут не разрешается. Біз мұнда бәрін көріп тастадық, Сәкенді. Енді сен дей берейші, Кайл Рух, Әлем, Маржан Арапаева, соның бәрін көрдік. Бірақ олар бізден кішкентай. Бір зеріпті ішкіп жоқ енді. Көрткімізді білмейміз, қалай аламыз. Дайындалдым. Бүгін таңертең тұрдым да. Таңертең емес, мен өте кеш тұрдым. Сосын видеоны монтаждауға бірден кірісіп кеттім. Видеоны монтаждадым, видеоны салдым, видео шықты. Осы видео тезірек көр, мен күшті видео шықты, маған ұнады өте. Енді қазір мен тамағымды жеп дайындалдым. Қазір мен далаға шығамын. Өте маңызды кездесу. Мен бұрын 2 жыл алдын бір қызбен интернетте танысқан едім. Сол қызбен жақсы араласып кеттік, прям құрбым айналды. Сол енді негізінде ол басқа қалада тұрады, Астанада практиканы оқып жүр. Солай біздер бүгін бірге далаға шығамыз. Короче, екеуміз бір-бірімізді күтіп тұрғанбыз ғой. Оказывается, екеуміз екі түрді входында тұр екенбіз да. И олар екеуі де бірдей. Вот мы созвонились и теперь бара жатырмыз бір-бірімізге. Смотрите, как здесь красиво! Мен Қарақатпен кездесуден келдім. Біздер екеуміз пицца жеп отырдық, толы әңгіме айттық. Солай мен общагаға да келдім. Қазір сағат түнгі 11 және келер алдын мен магнумға соққан едім. Магазинге соққан едім, короче. И 3 қана зат алдым, бағасы 1000 теңге шықты. Это нормально? По идее, не знаю. Мен инстаграмда желтоқсан айына күнде бірқандай тапсырма орындап отырдым. Және сол тапсырмалардың бірі ол хат жазу Аяз атаға негізінде. Бірақ мен одан да қызықты идея таптым. Мен емтиханнан шығып, универден Абу-Дабиге келдім. Маған негізі Абу-Даби қатты ұнайды, білмеймін, хотя оның 2 немесе 3 қана этаж жұмыс істейді. Алдың күні мен инстаграмға тіркелмеген болсаңыз сіздер білмейсіздер, сондықтан осылай нәрселерден құр қаласыздар, если инстаграмға тіркелмесеңіздер. Тапсырмаларды орындау, қызықты ойындар және түрлі оқиғаларды мен инстаграм историяларымда саламын. Сондықтан құр қалмау үшін инстаграмға тіркеліп кет. Мен история шығарған болатынмын. Абу-Дабидің ішінде типа почта сияқты бар. И вдруг соған хат салсан, а вдруг маған жауап береді, вдруг бір нәрсе береді деп ойлап, мен соған хат жаздым арнайы. Кеше уақытымды құртып соған. Соң қазір салып көреміз. Менің қарным өте аш. Қазір мен супермаркеттен булочка бір нәрсе алып алатын шығармын. Немесе айран. Мен орындыққа өзім курткамды қалдырып кеттім. Енді қазір супермаркетке барып бір нәрсе алайын. Туф мен 1000 рет айтып жатырмын бір нәрсені. Просто мен дәрі қасы істеп жатырмын. Мне так стрёмно снимать, но здесь очень красиво. Айтып тұрмын ғой, маған Абу-Даби ұнайды, прям күшті, білмеймін, ұнайды. Абу-Даби, и смотрите, что тут есть. That's pretty. Негізі бұл жайлы маған ешкім айтқан жоқ, мен өзім такая, а вдруг осылай салсам бір нәрсе береді деп ойладым. А вдруг реально береді, а вдруг все возможно. Еще мында скрепкадан жүрек істедім, который осы видеода бар. Короче, ал көрейік. Жакеттік. Done! I did it! I like it. И вот здесь вот жаңағы хат.
Алай мен барлық емтихандарымды тапсырып үйге қайтып бара жатырмын Теміртауға. Біз уже жаңа жылды тойлап қарсы алдық. Айтпақшы, келген жаңа жыл құтты болсын. Осындай менің влогтарымды күтсең, міндетті түрде арнама тіркеліп кет, және инстаграмыма тоже. Сау бол.